Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Мен бүгін жаппасай әзірлеп көрсететін боламын рецептісімен. Әрине әр жерде әртүрлі айтады. Бір жерде жаппасай, бір жерде нан салма деп айтады. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Керек ингредиенттердің барлығын описанияға жазып қойдым. Қарап оқып көрсеңіздер болады. Видеоны мұқият қарап көріп отырыңыздар. Алдымен қамырды осылай жақсылап илеп аламыз, июін қандырып, содан соң қамырымызды бетін пищевой пленкамен жауып демалдырып қоямыз. Енді біз подливымызды жасаймыз. Ет, пияз, сәбіз және де болгар бұрышы керек болады. Ең алдымен қызып тұрған майда етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған етіміздің үстіне болгар бұрышын, пияз, сәбізді қосып, және де үстіне паприка, тұз, соевый соусты араластырып, жақсылап тағы да қуырмалаймыз. 10-15 минут қуырмалап болып, үстіне су құйып, тағы да бұқтырып қоямыз. Оған дейін біз қамырымызды жайып, қамырдың арасына осылай сармайды ерітіп жағатын боламыз. Және де осылай кесіп, қамырымызды бөліп дайындап қоямыз. Подливымыздың суын көреміз. Егер аз болса, кішкене су тағы да құямыз. Тұзын көріп, кішкене су құйып, картошкамызды салып, 10-15 минутқа тағы да бұқтырып аламыз. Содан соң дайын қамырымызды бетіне салып, 20 минутқа астын баяу отта пісіретін боламыз. Мінекей достар, біздің жаппасай дайын болды. Өте керемет, дәмді әрі жеңіл тамақтың бір түрі. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Осы Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.